Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұмсақ болып шығатын, тез дайын болатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жылы суға қант, тұз, ашытқыны салып, шамамен 10-15 минутқа көтерілгенше қойып аламыз. Ал енді електен өткізілген ұнға сұйық массаны құйып біріктіріп аламыз. Үстіне сұйық майды құйып жақсылап елеп аламыз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, 1 сағат көлемінде көтерілгенше қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды қайта елеп 5 минутқа қоямыз. Енді қамырды оқтаумен немесе қолдың көмегімен жайып аламыз. Асты жабыспас үшін фольга төсеп, шеттерін қайырып шығамыз. Ал енді соусына кетчуп, майонез, чеснокты араластырып жағып шығамыз. Үстіне сырды үкіштен өткіземіз. Үстіне колбаса қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 10 минут пісіреміз. Пиццаны пештен алып, үстіне сыр сеуіп, қайта 1-2 минут пісіріп аламыз. Ал енді болонезе пиццасын дайындаймыз. Фаршқа сұйық май қоспай қуырып аламыз. Үстіне тұз қосып, майсыз етіп ыдысқа салып аламыз. Қамырды жайып, шеттерін қайтарып аламыз. Үстіне соусын жағып, сырды үкіштен өткіземіз. Етті жайып шығамыз. Қалауыңыз бойынша үстіне қызанақ, болгар бұрышын қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 10 минутқа пісіріп аламыз. Пиццаны пештен алып, үстіне сыр сеуіп, қайта 1-2 минутқа қойып аламыз. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.